Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жалпы истаусу бин нисаи хойрун. Ей ер адамдар, менің әйел затына қатысты айтқан өсиетімді қабыл алыңдар, мықты ұстаныңдар дейді. Фаиннал мар'ата, сөзсіз әйел адам хулиқат мин дилагин, ол қабырғадан жаралған дейді. Қабырғадан жаралған. Ва инна агважа шейин фи дилаги аглаха. Қабырғалардың ішіндегі ең қисығы, ең жоғарғысы дейді. Сол жоғарғысы ең қисығынан жаратқан дейді, әдейілеп тұрып. Әдейілеп тұрып қисықтық табиғатта жаратқан дейді оны. Саған сынақ болсын деп. Көрдіңіз ғой? Өйткені біз мынандай нәрсе бар. Алла Тағала мен сіздің араңыздағы қарым-қатынаста біздің көп қисықтық жасайтын кездеріміз бар Алла Тағаладан қарым-қатынаста. Сонда қандай мәміле жасалып жатыр Алла Тағаладан сізге қарай, қанша қисықтық кетіп жатса да. Сол өзіңнің де маған қарай кетіп жатқан қарым-қатынастардың қисықтықтарының есіңнен шығып кетпеу үшін алдыңа, қасыңа осындай бір қисық, қабырғадан жаралған затты қойып қойдым дейді. Мен саған қалай сабыр етемін, солай сабыр етесің деп отыр ғой. Мен қалай сені кешіріп мүмкіндіктер беріп жатырмын, солай кешірімдер, мүмкіндіктер бересіңдер дейді. Міне. Сонда жаңағы осы себепті пайғамбарымыз айтып жатыр, әйел адамдарға қатысты өсиетіңді орындаңдар деп жатыр да. Сосын түсіндіреді. Жаңағы лән тастақима ләка аля ториқатин вахида. Ол ешқашан сен үшін дейді бір қалыпты болмайды дейді ол. Міне қазір бүйтіп мырзам деп тұрса, қазір мына жақта басқаша бір не болып қалуы мүмкін да. Көрдіңіз ғой? Жаңағы табиғат бәрібір істемей қоймайды дейді ол. Оны Алла Тағала әдейілеп солай жаратқан. Фаин захабта туқимаха. Егер де оны күшпен үзейін десең, сындырдым дей бер дейді. Фаин истамта'та биха ва фиха айважун. Егер оны пайдаланам десең, пайдалан, бірақ осы қисықтығы болады дейді. Басқасын бере алмайым дейді Алла Тағала. Күллі әйел зат осындай дейді. Қисық қабырғада мұжыған кезде қисықтығына қарамай тұрып мұжисыз ғой. Міне сол сияқты қисықтығы болу арқылы осы табиғатында пайдаланасың дейді оны. Көрдіңіз ба? Ваин захабта туқимаха касартаха. Егер де оны күшпен үзетем десең, Раббым, мына табиғат болмайды екен, өзің дұрыстап жасамасам болмайды ма десең, сындырдың дейді. Ва касруха талақуха. Сындыруың талағы ғой дейді, бітті. Истаусу бин нисаи хойрун. Ал әйелдерге қатысты менің осы өсиетімді жақсылап орындап беріңдер дейді.